Мен 14-ке толғанда. Әңгіме. Мен 14-ке толған жылы үлкен әпкем 24-ке келген еді. Біздің ауылдан онша қашық емес, тау бөктеріндегі шағын ғана қалашықта күйеуі екеуі көп қабатты үйлердің бірінде тұрып жатты. Оқу жылы аяқталған соң әке-шешем қолыма бір дорбаны ұстатты да әпкемнің қалын біліп келуге қалаға жіберді. Ауыр дорбамды арқалап, әпкем тұратын қалашыққа келдім. 5 қабатты тұрғын үйдің 4-ші қабатына мақшыңдап жаяу көтерілдім. Есікті әпкемнің өзі ашты. «Ой, Макош, ішке кір» деп қуанып құшағына алып, кепкамды көтеріп бетімнен сүйді. Шаршадым деп бойда-бойдам шығып терлеп, алқынып ішке кірдім де дорбаны есіктің тұсына қарай тастай салдым. Дорбаға қараған әпкем, «Мынау не?» деп көздері алақандай болды. «Семіз малдың еті», дедім аяқ киімімді шешіп жатып. «Келетініңді ертерек айтпадың ба? Өзім күтіп алатын едім ғой», деп сөйледі әпкем дорбаны алып ас үйге өтіп жатып. Мен кіреберіс дәліздегі креслоға сылқ ете құладым. Әлгінде басымдағы кепкамды шешкім келген, бірақ кеше ғана жіпті киғып теріп қара қаламмен бояп қойған қасымды әпкем көріп қояма деп кепкамды көзіме түсіріп бастырылмай бердім. Әпкем шайға шақырды. Мен ас үйге сөйлей кірдім. Мамам айтады, дорбадағы етті сол күйе тоңазытқышқа сала салмай, аздап балконға шығарып дегітіп алсын. Жел қаққан еттің дәмі кіреді, сүрленеді, сорпа суында құнар болады, дейді. Сосын етті тұздаудың қажеті жоқ. Кеше әкем етті сарымсаққа әбден бөктіріп тұздап қойған, дедім. Шай қабдам жатқан әпкем маған қарап, тура мамам секілді көсемсіп сөйлейсің деп күлді. Күлсе де жүзі сынық сияқты еді. Жаңа байқадым, көз алды күлкілдеп ісіп кетіпті. Онысын білдірмеген боп, жанарын төменшікте берді. «Несіне әуре болдыңдар? Ет жоқ емес қой». Оның үстіне біз деп аз күмілжіп қалды да, «Бәрін қойшы, ауылда не жаңалық?» деді. Мырзаштың ұзын сирақ баласы үйленді. Ақыры салтанатты жылатып, басқа ауылдың шоң мұрын шойын қара қызын жарқып алды. Салтанат өлім деп өзенге жүгірген бе? Құдайым-ау, обал жасаған екен. Ол қызы қайдан тапқан? Деді әпкемнің көзі бақырайып. Шешесі тауып беріпті. Салтанаттың әкесін мүгедек, теңіміз емес деп менсінбеген көрінеді. Салтанат жазғанға қиын болған екен. Былтыр ғана тойым болады, тойыма шақырам деп жүреді, деді әпкем күрсініп. Мен ауылдың жаңалығын әрмен қарай жалғадым. Кластасын Гүлзат бір баласымен күйеуден қайтып келіп отыр. Сайлауға Гүлзат па? Дәл өзі, күйеуі Нойс екен. Ұрған ба, бірақ ауылдағылар бәрі кінә Гүлзаттың өзінен дейді. Кеш болса баласын көтеріп үй аралап қаңғып кете береді екен. Шаруаға келгенде олақ көрінеді. Адамдар қызық, Құдай бала берсе де ажырасамыз дейді. Ертең баланы әкесіз қалай өсірем деп ойлайды екен деген әпкемнің екі қасының арасындағы сызық тереңдеп құлазып қалды. «Өй, ажырастым деп жүрген Гүлзат жоқ. Бұтына қысқа шорты киіп алып жырқ-жырқ етмәз», деп сықылықтай күліп отырем. Әпкем дастарханның шетінен тырналап, танауы қусырылып, жүзі албыртып, біресе тіке қарап, біресе жанарынан алып қашып, қыбыжықтап отырып, «Макоштай, біз Серік Жезден екеуміз жақында ажырасамыз», деді. Қарап отырмай ішіп отырған шайыма шашалып қала жаздадым. «Не дейсің?» деп түнде әпкемнің бетіне қарап аңырап. «Әзірге үйдегілерге айтпай-ақ қой. Өзің де білесің, әкемнің жүрегі». «Жындысыңдар ма не?» «Жоқ, не үшін ажырасайын деп жатсыңдар?» Сондай шешімге келдік. Бұл шешім Серік екеуміз үшін де жақсы. Бір-бірімізді қинап қайтеміз. Үйленгенімізге 5 жылдан асты. Әлі сәби сүймедік, деген әпкем кенет дастарханның үстіндегі ып-ыстық күлшені жапырақтап қолмен үзе бастады. Өзінше бейғам түр жасайды. Сол үшін ғана ма? Сол үшін ғана ма деген нес? Баласыз өмірдің не мәні болушы еді? Кейде адамдар баласыз да өмір сүріп жатады емес пе? Баласыз Еуропада өмір сүруге болады. Біздің елде баласыз өмір сүру қылмыспен тең, деді әпкем. Сонда да адамдар, не адамдар? Сен өзі отбасылы өмір жайлы не білуші едің? Бар жоғы 14-те ғана емессің ба, деп әпкем сөзімнің соңын тыңдамай жекіп тастады. 14-те болсам не болыпты? Әпкем орнынан тұрып, залға өтіп, магнитоланы қосты. Онда Катя Лельдің «Так и быть, не смогу тебя забыть» деген мұңлы да баяу әуені шырқалып жатты. Бұл әуенді әпкем мен келмей тұрып та бірнеше мәрте тыңдаған сияқты. Ән әлде неше рет қайталана берді.
Мен әпкемнің соңында жүрмін. Балаларың жоқ болса, бала асырап алсаңдаршы дедім дауыстап. Әпкем музыка әуеніне елітіп, көзін жұмып, ақырын ырғалып билей бастады. Біреудің баласы біреуге бала болушы ма еді? Неге болмайды? Болады. Өзіңнен тумай ұл болмас деген. Әпкем сүйрек саусақтарын майыстырып ырғала берді. Мен дәліздегі креслоға келіп жайғастым. Басындағы кепкамды шешіп, тершігін маңдайымды сүрттім. Залда билеп жүрген әпкеме қараймын. Адам ажырасайын деп отырып та осылай билемей екен деп ойладым. Әпкем музыканы сөндірді де ас үйге өтіп, суып қалған шайын ұрттады. Сосын қыстығып отырып жылап жіберді. Жылаудың соңы өксікке ұласты. Мен әпкемді құшақтағым келді, бірақ құшақтай алмадым. Бір түрлі қысылдым. Оның бүкіл денесі көтеріліп, басылып, ентігіп жылай берді. Мен өзімді мүгедек сияқты сезінемін. Ана болып, сәби сүймеген соң әйелдің сұлу тәнінде не қасиет бар? Ішпеген дәрім, бармаған дәрігерім қалмады. Қу құрсағыма бала бітпей семіп қалған секілдім. Құдайым-ау, Құдай жезөкшенінде құрсағына қан ұйтып сәби жасайсың, ал олар оны қоқсыққа лақтырады. Мен байқұсты бір тырнаққа зар етіп қойдың ғой, қу Құдай деп, көкірегі қарс айрылып Құдайдан жазғыра жамандады. Әпкем көз жасын сүртіп, шашын босатып, екі шекесін сығымдап отырды да, кеше үйге енем келді. Мені бұрыннан жақтырмайтын, соңғы жылдары балаң жоқ деп күстаналды шығарды. Серке ажырасындар депті. Жездем не деді? Не десің? Ештеңе. Ең ауыры да сол, ештеңе демеуі. Соңғы күндері үйге ішіп келуді шығарды. Әпкем өксігін басып, графиннен су құйып ішті. Сосын ваннаға кіріп беті қолын жуды. Мен әпкемнің соңынан бір елі қалмайым. Кенет әпкем басын көтеріп, ваннадағы айнадан есікке сүйеніп тұрған маған тесіле қарады да, ішегін тартып, андағы түрің не деп айқайлап жіберді. Түріме не бопты? Қасыңды жуып тастағансың ба? Кім рұқсат берді? Әпкем мені желкелеп айнаның алдына алып келді. Кластағы қыздардың бәрі қасын теріп жүр. Мен де тердім. Мамам рұқсат берді дедім, шәңкілдеп. Әпкем желкемнен түйіп қалды. Орыстың жаман кемпірлері сияқты жіп-жіңішке етіп бояп апты ғой тағы. Жуандағы түріңді. Жезден көрсе сөйлейді деп кранды ағызып бетімді жуа бастады. Мен жұлқынып әпкемнің қолынан сытылып шығып кеттім. Әпкем соңымнан қуды. Бой жетуге асығып жүрсің бе? Үлгерерсің бәріне. Осы қасыңмен өзіңді әдемі болып тұрмын деп ойлайтын шығарсың. Түкті әдемі болып тұрған жоқсың. Ұсқыныңды қарашы, өзіңнің адам шошиды. Тура боянып алған үйрекке ұқсап қалғансың деген әпкем желкемнен тағы түйді. Менің намысым келді. Әсіресе соңғы сөзі, боянып алған үйрекке ұқсайсың дегені өтіп кетті. Неге маған ұрсасың? Неге бәрің жабылып маған ұрса бересіңдер? Әкем де, шешем де ұрсады, сен де ұрсасың, мектептегі мұғалімдер де ұрсады. Мүмкін сендер мені асырап алған шығарсыңдар, а? Деп қыстығып жылап жібердім. Әпкем маған бастан аяқ қарап шықты да, бетім басып күліп жіберді. Оның күлгенін көріп менің ызам келді. Қасыма келіп бетімнен сүймек болды. Мен әпкемнің кеудесіне итердім. Бәрің мені жек көресіңдер. Көрер мен болмасам етті саған кім таситын еді деп тағы шәңк еттім. Әпкем мені құшағына алды. Ақмағым-ау, мен сенің қалай дүниеге келгеніңді білемін ғой. Сен дүниеге келгенде бірінші мен қуандым. Жараңдар, мына маған қараңдар. Енді міне жалғыз емеспін. Енді менің сіңлім бар деп әндетіп, көршілерді түгел аралап сүйінші сұрағанмын. Біз сені 10 жыл күттік қой, 10 жыл. Мамам менен кейін 10 жыл бойы бала көтермеді. Сен туылған соң біздің үйге бақыт келді. Соңынан екініміз туылды. Сені бәріміз жақсы көреміз деп айғыздаған бетімді жеңіммен сүртті. Сол сәтте әпкем маған анам сияқтанып көрінді. Анам да мені жұбатқанда дәл осылай сөйлейді. Тіпті иісі де анамның иісіне ұқсайды. Әпкемнің анамнан аунымай қалғанына таңдана қараймын. Бірақ әпкемнің анамнан айырмашылығы ол әлі ана болып көрген жоқ еді. Бірақ бойына анаға тән бар мейірімді айна қатесіз көшіріп алған. Қайдан көшіріп алған, оған осынша анаға тән мейірімді кім үйреткен? Мен оның жауабын білмедім. Бірақ дәл сол мезетте менің санамды шарпысқан көп ойлардың ішінен Құдай неге осы дап-дайын анаға бір бала бере салмайды деген ой қалықтап тұрған еді. Айтпақшы, жүр мен саған бірдеңе көрсетем деп, әпке мені жетектеп жатын бөлмесіне алып келді. Шифонерін ашып, ішінен етегі кестеленген су жаңа қызыл түсті шифон көйлекті шығарды. Қараш, ұнай ма саған? Киіп көрші. Мен үстіме ілген шыт көйлегімді шешіп, іле шифон көйлекті киіп алдым. Өзіңе құйып қойғандай екен. Ала ғой, саған сыйладым. Рахмет,
деп әпкеме деген ашуым тарқап бетінен шөп еткіздім. Бүгін кешкі асқа қуырдақ жасайықша, дедім қызыл көйлектің етегін делбеңдетіп еркелей сөйлеп. Әпкемнің өңі ілесе қуқыл тартты. Сен бүгін кешкі автобустан қалмай ауылға қайта ғой. Неге? Мен 1:07-ге келдім ғой. Бір айтқанымды істеші енді, өтінем. Осы күнге дейін бетіңді қайтарған емеспін ғой, деп әпкем маған жалбарына қарады. Мен бұрын сонда әпкемнің маған бұлай жалбарына қараған жүзін көрген емеспін. Әпкем сыйлаған қызыл түсті шифон көйлекпен аялдамаға келдім. Адамдар неге ажырасады деп ойладым. Мен 14 жасар санамда ерлі-зайыптылардың ажырасуы кешірілмес қылмыс еді. Жоқ, қылмыстан бұрын үлкен күнә. Олар күнә жасаудың азақ алдында тұр. Ажырасатыны бар, әуел баста неге үйленеді? Бала болмаса не болыпты? Балалар үйінен бір жетімді асырап алда бақ. Болмаса күту керек. Мені де әке-шешем 10 жыл бойы күтті ғой. Енді шамалы шыдаса қайтеді екен. Оларды ажыратпау керек. Керісінше татуластыру керек. Олар бірін-бірі үшін жаралған. Алдыма келген автобусқа мінбей кері бұрылып тіке әпкемнің үйіне қарай тартып отырдым. Автобус кетіп қалды. Үлгермедім дей салдым, есіктен кіріп жатып. Әпкем көңілсіз қарсы алды және менің өтірік айтқанымды іші сезетін сияқты. Қазір жезден келеді. Кешкі асты әзірлеуім керек деп ас үйге қарай өтті. Мен әпкемнің соңынан ас үйге кірдім. Мүмкін ажыраспай-ақ қоярсыңдар, а? Әпкем маған сыздана қарады, бірақ үндемеді. Бейне бір бүгін сен үндемей-ақ қойсаң болар еді деп тұрғандай. Рас айтамын, ажыраспаңдарша, жездем жақсы адам ғой, ертең екеуің де өкініп қаласыңдар. Рас айтам, оған әйел табылады, ал саған күйеу табыла ма? Мені не басқа күйеу таба алмайды деп ойлайсың ба? Таба аласың, жездем де басқа әйел таба алады, бірақ екеуің екі жақта қайтадан бақытты боласыңдар ма? Жапшы аузыңды, Кәшмір. Енді сен қалып ең маған ақыл үйретпеген. Сен өмір жайлы не білесің өзі, мұрныңнан маңқап ағып жүріп деп. Әпкем басымнан нұқып қалды. Не ұрасың дедім төбе құйқамды ұстап тұрып. Ажырастан кластасың Гүлзат сияқты боласың да қаласың. Елгі күлкілі. Жап аузыңды, сен кімсің маған ақыл үйрететін? Мен сенің жаялығыңды жуған адаммын. Немене қасты терімді екен деп ақыл үйретуге жарап қалдың деп ойлайсың ба? Бұл менің өмірім, естимісің? Менің өмірім, араласушы болма. Орныңды біл. Бұл жол әпкемнің үні тіптен өктем шықты. Тіпті жанары жасаурап, кеудесін ұрғылай сөйледі. Енді қарсы сөйлесем, не өзі жылайды, не мені жылатып үйден қуып шығатынын білдім де, іштен түйіліп үндемей құтылдым. Сонда да менің ешкім санаспайтын, 14 жастағы ақыл есімде әпкемнің ойымен мүлде қабыспайтын, тіпті мәмілеге келемейтін, өмір жайлы өзімдік философиялық ой толғаныстырып жүріп жатты. Әпкеме өкпелеген болып, біраз уақыт балконға шығып, томсырайып далаға қарап тұрдым. Әпкемнің ашуы тарқаған соң, Елдос көрінбейді ғой, Елдос қайда кеткен деп қарсы есіктегі көршінің баласын сұрастырдым. Ол 9-ды бітіріп Алматыға оқуға кетті. Енді келмейді, үйлерде Алматыға көшкелі жатыр деді. Мен аздап мұңайып қалдым. Жоқ, аздап емес, шын мұңайдым. Кеуде тұсым алғаш рет солқ ете қалғандай болды. Елдос менен 1 жас үлкентін. Былтыр осы уақытта мені вилинге отырғызып қалашықта қыдыртқан. Ауланың алдындағы орындықтардың бірінде отырғанымда жүрекшесі бар алқада сыйлаған. Бірақ онысын әпкем білмейді. Мен айтқам жоқ. Айтар болсам, жездем екеуі мені мазақ етіп күні бойы күлген болар еді. Мен ауланың маңайынан сол Елдостың қасыма келіп, алқа сыйлайтын орындығын көзбен іздей бастадым. Әне тұр, жақтауы жасылмен сырланған орындық. Сол орындыққа есім сойымыздың алғашқы бас әрпін қосып, таңбалағанымызда Елдостың аспан түстес ойлы көздеріне тура қарай алмай ерекше толқып, екі бетімнің алаулап кеткенінде есімде. Таптым, мынау дәл сол орындық. Бірақ ол жерде басты кеудесіне түсіп жездем отыр еді. Жезде, мынау Серік жезде ғой. Далада Серік жездем отыр. Жезде, Серік жезде деп балконнан айғайлап жездеме қол бұлғадым. Жездем жалт қарап, бір көзін қысып, ол да маған қолын бұлғап күлімсірегендей болды. Қолындағы шылымын орынға қарай шертіп жіберіп, орнынан ақырын қозғалды. Алақай, жездем келе жатыр деп әпкеме жалт бұрылдым. Әпкем турап жатқан пиязды тастай салып, шашын ретке келтірді де залға қарай жүгірді. Музыканы қосты. Бұл жолы Қызыл құмда ауылым,
Қыздар менің сауығым, өзім менен ойнамай, басылмайды дәуірім. Қызға жігіт құмарай, қыз да мойнын бұрадай, көріп қойса шешесі сарт еткізіп ұрадай деген қазақтың ойнақы әні шырқала жөнелді. Әпкем шыр көбілек айнала билей бастады. Есіктен жездем кірді. «Жезде» деп мойнына асылғым келіп еді, әлгінде енді кенеттен артқа шегіншектеп қысылып қолын ғана алдым. Жездем бетімнен сүйіп танауымды қысты. Әпкем билеп жездемнің алдынан шықты. Бейне бір түк болмағанда екеуі тату-татты отбасы сияқты. Жездем де аяқ киімін шешіп залға билеп өтті. Мен аңтарылып қарап тұрдым. Екеуі де жынды деп ойладым. Екеуі де жар емес. Мүмкін бұлар мені әдейі алдап жүрген шығар. Мүмкін расымен де ажыраспайтын шығар. Кенет жездем «Балдыз билесеңші» деп мені биге шақырып қасыма келді. Әпкем мәз-мейрам сықылықтап күле берді. «Макош, жездеңмен билеші» деп ол да қолымнан сүйреп ортаға шығарды. Мен билемедім. Ортаға шығып алып, екеуіне қалшиып қарап тұрдым да қойдым. Екеуі мені шырша секілді айнала қоршап билеп жүр. Дүниедегі ажырасу деген ұлы қылмыс болса, сол қылмысты бүркемелеп тұрған мына ессіз екі бейбаққа тағдырдың тағар өз ойы бар, кесер өз үкімі бар еді. Бірақ екеуі сол үкім оқылмас бұрын ессіз әуенге елітіп, бәз баяғыша билеп, алғысы келгенде шыр көбілек айналады. Ызамның келгені сонша, музыканды сөндіріп екеуін орындыққа отырғызып қойып ұрысқым келді. Бірақ ақыл айтқым келмеді. Кенет есіктің қоңырауы басылды. Жездем музыканы сөндірді де сыртқа есікті ашты. Орта жастағы әйел мен ер кісі ыңғайсыздана ішке енді. Ерлі-зайыптылар сияқты. Жүздерінде әлдеқалай уайымның табы білінеді. Бірақ оны білдірмейміз дегенде екеуі де аздап миық тартып қояды. Әпкем оларды күліп қарсы алды. Танитын секілді. Жездем де жылы ұшырып амандасып жатыр. Кісілер залға қарай өтті. Осы кезде әпкем маған қарап далаға шығып ойнап кел деді. Ойнап кел деген нес? Мен саған кішкентай баламын ба? Ойнап кел деймін деп әпкемнің көзі ежірейіп мені есікке қарай сүйрелей бастады. Ас үйде отыра тұрайыншы, дымымды шығармайым дедім жалынышты түрмен. Әпкем менің білгенімнен шап беріп ұстап, кетші бар, өсек тыңдамай деп сыртқы есіктен далаға бірақ шығарды. Қарсы алдымдағы есік тарс жабылса да, әлденеше уақыт жабық есік сыртынан тыңдамақ болдым. Бірақ онымнан түк шықпады. Осы кезде мен 14 жастың соншалық қиын да күрделі, ал кейде ең ақымақ жас екенін түсіндім. 14 жаста мен өзімді ересек әрі ақыл есім толысқан адам ретінде сезінсем де, менің 14 жастағы ойыммен ешкім санаспайтынын, менің ақылымның үлкендерге керек емес екендігін түсініп, ызам келді. Сөйте тұра, ешкім мені бәз баяғыша бала деп те есептемейтін. 14 жас, үлкендердің кейбір әңгімесін тыңдауға, ерлі-зайыптылардың өміріне араласуға, әрі-беріден соң көсемсіп біреуге ақыл айтуға соншалық қолапайсыз жас болса да, мен әпкем мен жездемнің шешіміне қарсыласып бақтым. Осыларды үлкен адам дейді-ау, әйтпесе андағы қылықтарын қалай оқуға болады? Билейді де, өздерінше тағы да ажырасамыз дейді. Екеуі де жар емес, екеуі де ноқай. Осыларға баланың не керегі бар? Өздері де баласы келді. Жаңағы кісілер кімдер? Жұмыстағы менің бұғалтырым, қасындағы күйеуі. Олар не дейді? Не деуші еді? Ажыраспаңдар деп ақыл айтып кетті. Екеуі де біраз жылдан кейін сәби сүйген. Қазір ұлы студент. Әпкемнің жүзі мың торлап дүниеге мағынасыз қарап отыр. Бір сәтте менің сұңғақ бойлы сұлу әпкем әбден шөгіп, кішірейіп, бірнеше жылға есейіп кеткендей көрінді. Кекілі көзіне түсіп, жағын таянып, шай қасықпен ыдыстағы қоймалжың қаймақты араластыра берді. Жездем қайда кетті? Білмеймін. Түннің жарымында мен әпкемнің жылаған даусынан ояндым. Жездем екеуі ұрсып жатыр екен. Әпкем жатын бөлмесінен шығып, ас үйдің жарығын жақты. Қолдары дірілдей дәрішті. Соңынан шашып төгіп, шашалып отырып су ішті. Қыстығып тағы жылады. Мен залдың қиялай ашылған есігінен ас үйдегі әпкеме сығалап қараймын. Әпкем жылаған сайын менің де жанарыма жас айналады. Қасына жездем келді. Ол әпкемнің жанарына жанарын қадап ұзақ қарады. Көзіндегі жасын сүртті. Шашынан сипады, ерінен сүйді. Құшақтар айқасы бір адамға айналып ұзақ тұрды. Бірақ үндемеді. Екеуі де үндемеді. Әлде екеуі әлдене деп сыбырласты.
Ас үйдің де, жатын бөлменің де жарығы сөнгенде мен өзімнің залдың бір бұрышында жылап отырғанымды көрдім. Неге жылайтынымды өзім де білмеймін. Әпкем мен жездемді аядым ба, әлде күндізгі үйрек деген сөз есіме түсіп кетті ме, әлде көршінің баласы Елдосты енді қайтып көрмейтінімді ойладым ба, өксік ата жыладым. Жылап жатып ұйықтап қалдым. Таң ата әпкем мені ауылдың автобусына отырғызып жіберді. Автобуста менің ызамды келтіріп, Катя Лельдің «Так и быть, не смогу тебя забыть» деген әні шырқала берді. Бірақ бұл жолы менің көзімнен жас шықпады.